Бүгінгі видеомыз Америкадағы машиналар туралы болмақ. Бұның Гранд дегенде шығыпты қазір үлкендеу Хайландер. Тойотаның шымынеке. Кәне, Камрилардың бағасын көріп жүрген. Бұның бағасы 22.995 сом. Мынау міне жаңа Приустар. Ал енді Hyundai'дың дилершипінің ішіне кіріп көрейік. Қанша тұрады екен? 25 тұрады екен міне. Міне Lexus'тың дилершипіне келдік. Мынау міне RX екен міне. Мына жігіт айтайын деп жатыр. GX-тар толып тұр ғой. Тест-драйв жасауға мен келістім. Ассалаумағалейкум ағайын. Бүгінгі видеомыз Америкадағы машиналар туралы болмақ. Яғни машиналардың бағалары, оларды қайдан сатып алуға болады, қалай сатып алуға болады, қысқасы соны көзімізбен барып көрмекпіз, сіздерге соны көрсетпекпін. Жалпы Америкада машинаны екі типті, яғни екі түрлі адамдардан алуға болады. Олардың біріншісі ол жеке адамдар. Яғни Қазақстанда мынау колесадан барып жеке адамдан сатып аласыз ғой. Сол сияқты бұл жақта да әртүрлі сайттар бар. Көбінесе Facebook'ты пайдаланамыз. Сол адамдардан барып келісіп жүріп өзінің жеке адамның көлігін көресіз, сол жерден оны сатып аласыз. Яғни бұл бірінші жолы. Бұл туралы келесі видеода арнайы видео арнамақпын. Яғни қалай келісем, қалай сатып аласам, қалай сол машинаны барып көрем деген. Бүгінгі видеода дилершиптер туралы айтқым келіп тұр. Дилершип деген кім? Ол машинаны сататын дилерлер. Екі түрлі, яғни заводтың өзінің дилері бар. Яғни міне арт жақта Toyota тұр. Toyotаның алдына келіп тұрмыз. Келгенімізде бекер емес. Қазір Toyotаны кіріп көреміз. Бұл Toyota сияқты дилер, мысалы Hondaның немесе Acuraның, Subaru'дың өзінің осындай дилерлары бар, официально. Бұл дилерлер тек қана Toyota емес, пайдаланылған Toyotадан басқа машиналарды да сатады, яғни жаңаларды да сатады. Ал енді тағы да бір дилершиптер бар, ол кішірек. Мысалы мен өзімді дилершип ашалам, яғни лицензия аламда, барып елден аукционнан машиналарды сатып алып, әкеліп саталам, яғни бір алаңға қойып. Оларды да дилер деп айтады, оның да жеке компания, олардан да барып сатып алуға болады. Бүгінгі видеода мен сіздерге дилерлердағы бағаны көрсетпекпін. Toyotаның алдында тұрмыз. Бұл Toyotаны бәріміз білеміз. Қазекеңнің сүйікті көлігі. Toyotаның дилерлерінен бастамақпыз. Мына тұрған Toyota бұл заводтың официальный дилері. Бұл жерде жаңа Toyota да бар, пайдаланылған да бар. Қазір кіріп бағасын көрейік, қаншаға сатып жатыр, қалай болып жатыр. Қысқасы бүгін бір дилерлерді аралайық. Дайын болсаңыздар, кеттік, ішке кірейік. Бұл Toyotаның өзінің арнайы заводтың дилершипі. Өте үлкен. Қазір арт жағындағы паркингінде қанша машина бар екен, барып көрейік. Жалпы бұл дилерлердің мынандай арт жақтарында, мына тұрған жерде сервистері болады. Машинаны келіп май ауыстырасыз, жөндейсіз. Соның бәрі осы сервиста. Ал мынау сатылатын жағы. Қазір осы есіктен кіріп, машинаның бағасын көреміз, дилершиптің ішін көрсетемін. Қысқасы Американың Toyota центрі қандай болады екен, көрейік. Toyotаның ішімінеке келдік. Мына жерде отырып адамдар саудаласады. First time in our dealership? Yes. Мына Хайландерді көрсетіп жатыр. Сатушы жігіт. Қазір қарап көреміз. Бұның Гранд дегенде шығыпты қазір үлкендеу Хайландер. Мынау кәдімгі жайы. Мына Хайландер 2.5 турбо. Жаңа машина, жаңа көлік. Қазір несін қарайық? Бағасы қанша екен? XL-лар қанша тұратын? Мынау жалпы іші, артында бір қатары бар. Қыз бағасын көреміз. Бұл Хайландер XLE 43.505 долларға қазір мына Хайландерді алуға болады екен. Forerunner 50 мың тұрады екен міне. Мынандай Forerunner. Міне, RAV-тар көп екен. You guys have a lot of RAV4s, huh? Yeah, I see a lot of them. This will be an XLE, like the one we just saw, but this one is not a hybrid. Not a hybrid? Yeah. RAV гибридный. Оталып тұрған түрі осы екен. Өйткені
гибрид болғаннан кейін мотор істеп тұрған жоқ, дауысы естілмейді. RAV4-тің арты $34,500 машинасы осы. Бірақ гибрид. Қазақстанда, Алматының жағдайында гибридті өте жақсы деп ойлаймын. Бензин аз жейді. Гибрид машина Алматыда өте жақсы вариант. Пробкілерде. Бұлар запаскамен жүреді екен. Қазіргі уақытта көп ешкім запаска салмайды ғой, жаңа машиналарға. Мынада запаска бар екен, қайта жақсы. Қызылда мен қатты айырмашылық жоқ екен сонымен. Қызыл мен $1000 ғана айырмашылық бар екен, қатты емес. Yeah, let's go. We can go. I know white one looks beautiful on the wrap. You're gonna like the interior color on it. Oh, really? Let's see. Көрейік мына RAV гибрид екен. Ақ түс. Көрейік. Оу. Іші сары екен. Бірақ сары болғанда да өз біртүрлі сары екен. Сатушы маған саған ұнайды бұл деп қояды, бірақ маған ұнап тұрған жоқ. Бұл ақ гибридтің бағасы $32,800 екен. Кәне, Камрилардың бағасын көріп жіберейік. Мынау SE екен. SE. Қазір мына жігіт ашып жатыр есігін. SE-дің бағасы SE Camry 27,000 дейді, жеткізгенімен анау мұнаусымен 29,000 дейді. Я, 27,000. Camry. Біздің Қазекеңнің ең сүйікті машиналары Toyotалар ғой, білеміз енді. Кожа екен. Кожасы қызық екен өз. Мынаны көрейік. $27,000 дейді. Мына жақта Corollалар тұр. Міне SE дейді. Кішірек хэтчбек Corolla. Кәне, бағасын көрейік. Жаңа Corollалар. Бұлардың бағасы Corollaның қазір айтайын $25,000 дейді. Анау мұнаусымен 27,578 дейді. 26,835 дейді. Қара Corolla. Қазір көрейік. Ішінде көрейік Corollaның. Мына Corolla hybrid, яғни гибрид. Іші әдемі екен интерьері. Ондай қызылмен істелген. Қара. Мына тұрғаны, яғни арзан Corolla. Арзан болғанда regular, андай гибрид емес Corolla. Бұның бағасы $22,995 соңғысы, яғни $23,000. Қалпақпен, енді бұл күнделікті айдап жүргенге ыңғайлы деп ойлаймын. LE, енді былайша айтқанда күндегі жұмыстың машинесі $22-23,000 тұрады міне. Мынау міне жаңа Prius'тар қазіргі. Бұлардың енді арзандары бар дейді. Мынау кішкене қымбаттау ғана қалды дейді. Мынау limited екен. Limited болғаннан кейін $40,000. Бірақ $30,000-да Prius'тары бар деп айтып тұр. Мына жігіт арзан Prius'тар бар дейді. Бірақ қазір бары осы $40,000 Prius екен. Мынау Prius'тар. Енді жұмысқа өте керемет машина деп есептеймін өзім. Бензинді өте аз жейді, дизайнда әдемі. Өзімде осы Prius'тың артқы есігінің ашылғанда қызық. Prius'тың екі түрі болған. Америкаға келген кездерде өте ұнаған машиналар. Енді әсіресе жаңа келген иммигранттар үшін, ары-бері жүретіндер үшін бұл Prius тиімді машина деп ойлаймын. Қабағы кішкене түйіңкіреп тұрған арғымақ. Бұндай қымбат несін емес, комплектациясын емес, простойлауын алса $30,000-ға біраз жүруге болады Prius'пен. Мынандай машина бар екен міне. Toyota Crown деген қазір ашып жатыр. Көреміз. Бұл енді көп табылмайтын машина деп мақтап жатыр. Енді шыққан Toyota Crown деген бағасы $47,600, яғни $48,000-ға жақындау. 4 дөңгелек сейді екен, all-wheel drive дейді. Ішін көрейік мінекей. Мәссаған, мына өте лакшери машина екен, люксовый.
Crown. Бұл гибрид екен, сол үшін дыбыс естілмей тұр. Тамаша, әдемі машина, Toyota Crown. Toyota'ның электрик машинасы, мынандай. Толық электрик екен бұл. Қандай 50 мың тұрады дейді. Toyota BZ4 деген. 100%. Тек қана тоқпен жүретін машина ғой. Арты мынандай. Toyota Venza қақсай ма? Міне қазір Hyundai'ның орталығына келдік. Артымызда тұрған Hyundai. Ал мынау Hyundai'дің өзінің сатып жатқан пайдаланылған, яғни бушный машиналары. Ал енді Hyundai'дің дилершипінің ішіне кіріп көрейік. Не дер екен? Мынада пикаптары бар екен міне Hyundai'лардың. Ол да қызық. Кіріп көреміз. Бірінші тұрған мынау міне. Мынау 23 жылға дейді. Бағасын жыртып алып тастапты бұлар не? Жоқ, жыртып алмапты. Бағасы $40,500 дейді. $40,500 Santa Cruz. Santa Cruz деген бұл не ғой? Жаңағы тұрған пикап. $40,000 тұрады екен бұл. Мен енді Hyundai көп айдап көрмеген. Онша қатты білмеймін Hyundai'ды. Табалдырығына дейін бар екен. Содан кейін 40 мың тұратын шығар енді. Әйтпесе Hyundai арзан болушы еді ғой. Не? Мынандай машина. Мынау бар екен міне. Есігінің ашылғанда қызық екен бұны. Өсіп тұра алмасың да? Ioniq дейді. Бұл электрик машина ғой. Hyundai'ның 53 мың тұрады екен. Қызық екен. Ішінде кілті де бар екен тіпті. Сыртында краскасы матовый сияқты екен. Мындай бір Hyundai бар екен. Бұл не? Бұл Kona дейді. 2024 жылға Hyundai Kona дейді. Kona'ның бағасы $32,000 екен. Кішірек екен, компактный. $33,000 ғой. Мынау комплектация жоғарырақ қой деймін. Өйткені мындай комбинированный замыш сияқты кожа екен. Сонда бұның төмен комплектациялары тіпті арзан болып тұр ғой, 20 мың шығар. Экраны қызық екен. Жалпы көретіндей бүгін жексенбі болғаннан кейін сатушы жоқ салонда. Сатушы жетіспейді. Айдап көретіндей емес. Сыртты қазір тағы да қарап көрейін. Жаңалардың бағасы қанша екен. Мынау Tucson 2024 жылға дейді. Tucsonның бағасы $37 мың. Міне, мен көріп тұрмын. Tucson $37,000 екен, $37,200 дейді. Бұл жерде машинаның өзінің бағасы MSRP, яғни завод бұл машинаны $34,900 сатты деп айтады екен. Ұсыныс айтады. Бірақ карпет дейді, бұл жаңа жерге төселетін коврик $210, артына төселетін $55, тағы да бір нәрсе қосып жіберген енді. Аптечка $30 дейді, Mudguards, брызговик па, сол $120 дейді. Бамперге, артқы бамперге бір нәрсе істеп қойған, ол $75 дейді. Қысқасы осындай нәрселерді бұл жақта да қоса береді. Осындай ұсақ түйектерді қосып, машинаның бағасын көбейтіп жібереді. Мысалы, мынау бірінші тұрған қара, ол Manufacturer Suggested Retail Price деген, ол завод $34,905 сатты екен. Олар бәрін қосқан, өзінің анасын қосқан, мынаусын қосқан. Ең соңында $37,200-ге бағаны шығарып жүрген ғой. Ұсақ түйек қосатындарды қосып. Tucsonның іші мынандай. Корейлерде қазір дизайнын есін әдемі қылып жасайды машинаның. Америкалық версиясы Tucsonның. Сол, бұл Кореяда жасалған $37,000 дейді. Мынаны көрейік. Бұл да Tucson екен.
Бұлардың барлығы Tucson. Мынау енді табалдырығы бар екен. Бұл біраз қымбаттау болуы мүмкін. Tucson емес машиналарында қазір бағаларын көрейік бар. Мынау да Tucson екен. Бұның бағасы 36 мың дейді. Міне. Енді Santa Fe-ларға барайық. Tucson'дардың бағасы белгілі, 30-дан жоғары болып тұр, 33 әртүрлі. Мынау не? Бұл $42,000 тұрады екен. Бұл Santa Fe екен. Santa Fe, міне. Ақ түсті. Ақ түсті Santa Fe. Santa Fe деген міне. Шымнандай. Енді бұны оталдырып, кілтін алып көрсетін сатушы жоқ бізде, өзім көріп жүрмін. Өйткені сатушылар бос емес. Жалғыз сатушы, оны өзін 2-3 адам күтіп отыр. Жексенбі күні неғып көбірек адам қоймайды екен. Салоны қар екен. Артында подогрев бар сияқты. Santa Fe-нің кәне 3-ші орны бар ма екен? 3-ші қатар. Жоқ екен. 3-ші қатар жоқ екен бұда. Бұл көлік $42,000 тұрады. Бұл Palisade. Palisade деген машина, бұл $54,000 тұрады екен міне. Міне, іші мынандай. Бұл біраз қымбаттау машина, сәл үлкендеу. Іші ақ әдемі екен. Содан кейін мына ағаштары ақпен істелінген әдемі көрінеді екен, яғни лакшери болып. Төбесінде мынандай үлгі бар. Бұл $54,200 машинасы. Арты Captain Chair, яғни капитанның орындығы екен. Міндетті түрде бұда 3-ші қатар болады. Артында үлгі бөлек екен. Palisade-тен тағы біреу тұр міне. Бұны мен былай айта салайын. Бұның бағасы да $54,000 екен. Екеуі ұқсас сияқты. Бірақ бұның кожасы қара. Мынау $45,000. Palisade арзан екен. $45,000 тұрады. Себебі артында люк жоқ екен. Кожасы ұқсас. Енді комплектациясында ғой, оны отырып салыстыруға уақыт бөлмей қойын. Мынау $38,000. Hyundai Sonata гибрид $38,000 тұрады екен. Қысқасы Hyundai Sonata гибрид. Мынандай болады екен олар. Гибрид еместерін қазір тауып алуға тырысамыз. Міне гибрид Sonata. Қазір гибрид емесі мына жақта болса, мынау қызыл екен. Кәне бұның бағасын көрейік. Бұл қанша тұрады екен? Мынау 25 тұрады екен міне. Гибрид емес болғаннан кейін бұл арзан. 25,000. Бұл Elantra екен ғой. Бәсе сәл кішілеу сияқты. Мынау Elantra екен. Elantra $25,000 тұрады. Elantraның іші мынандай. $25,000-ға осындай көлік алуға болады екен. Кәне, мынаны көрейік. Қанша тұрады екен? Көк. Не, Sonata тұр. Жаңа сияқты сыртынан қарағанда, кәне. Көрейік жақындап. Sonata $31,845 тұрады екен. $31,845 дейді. Sonatаның алдынан көрейік. Алды мынандай. Міне, Lexus'тың дилершібіне келдік. Осы районда Lexus'тен басқа да, мысалы, арт жақта Audi көріп тұрмын. Бұлағы Алматыдағы Сүйінбай көшесінің бойында көп осындай дилерлік орталықтар бар ғой, сол сияқты. RX-тің жаңа шықты ғой. Осы 23 жылдан бастап жаңа Lexus'тың кузовы өзгерген. Бұрынғы кузовы 17-тен бастап шығатын еді. Енді бұл RX-тар енді біздің Қазекемнің сүйікті көліктерінің бірі ғой енді. Toyotамен бірге. Соны көрейік. Қазір егер бар болса, мына жерде мен айдап көрмекпін, тест-драйв жасап. Міне, дилершіпқа кірейін десем, RX дайын тұр ғой біреуі. RX емес мынау. Қызық мынау. TX дейді. Бұндай да машина бар ма? Бұндай да бар екен ғой. Кәне, көрейік.
Мен түсіндім, бұл TX дейтіні. Бұл да 3 қатар орын екен. Содан кейін бұл TX болатын сияқты. Есігін іздеп жүрмін ғой мұны. Мына жақта екен ғой. Ана есікті ашылмайсыз. Hey, what's going on? Okay. Same engine and transmission. RX-тардың моторлары 2.5 болып кетті, мынандай кішкентай, бірақ турбо дейді. Кіріп көрейік енді. Мынау ES 350. Бұл да 48 мың тұрады екен. Анау мынау қосқандарымен 51 мың, 52 мың доллар болайын деп тұр. Бұл ES 350-лер. Мындай машина. Жаман емес. Мынау енді GX-тар, бірақ бұлардың мынау өте ескірді. Бұл кузов қай жылдан бері шығады? Қытай 2011-ден шыға ма, 12-ден шыға ма? Қатты ескірді деп ойлаймын. Мынау міне RX екен міне. Бұның бағасы қосын 55 екен, бірақ бір пәкедж бірдеңелерді қосқанда 66 мың, 67 мың дейді мынау. Екі қатарлары. Енді түсінікті болды. GX-тар толып тұр ғой. Міне, ана басына дейін міне. Көріне ма, көрінбей ма, өтпей жатыр дейді. Жа сататын жігіт. Бағасы қанша екен бұлардың? Жалпы. Бұлар енді комплектациясына байланысты ғой, енді бағалар әр түрлі. Мынау міне 64 тұрады екен. 58 дейді, анау мынаулармен қосқанда 64 мың доллар дейді. GX-тар. Мына GX қанша тұрады, көрейік қазір. Бұл GX тіпті арзандау екен. 63 дейді міне. 63.500 дейді. Мынандай. Ақтары тұр. GX-тар жалпы 65-63 сол районда екен. Бірақ бұлардың коробкалары да ескі, моторлары да ескі, содан кейін өтпей тұр ғой енді. Ал енді TX-ті айдап көрейік. Қазір біз айдап көреміз деп тұрған вариант өзінің MSRP, яғни заводты рекомендовать еткен баға 53.700 екен. Қосымша бір нәрселер қойған енді. Соңында 57.800 болып тұр қазіргі бағасы. 57.800-дің сыртында бұлар не істейді? Бұлар налог қосылады, басқа қосылады, бағасы өзгереді. Айдап көрейік алдымен. Мына жігіт айдатайын деп жатыр. Кішкене өзгертіп жылжытып алайық. TX деген осы болды. Бағаның бері айдап жүріп келдім. 2.4 мотор болған мен жылдамдығы бәрі жақсы екен. Тартуы бәрі. Сиденьясы қызылдар жоқ дейді, қара, бежевый, пока сосын қоңыр ғана бар дейді. Жаңадан шығып отқан машина болғаннан кейін қызыл-пызыл басқа нелер шықпады дейді. Мына енді жаңа модель ғой, енді шығып жатқан. Хайлендердің размеріндей сияқты ғой, примерно сондай деп айтты. Арты кең екен. Алдында мына RX Long дегендер болған, ұзындау. Бірақ мына одан кәдімгі үлкен, төбесі үлкен. Үшінші қатардан кейінде кәдімгі орын бар. Ана менде MDX бар ғой, сол MDX-те де примерно осындай орын болған. Қатардан кейін. Мынада да сол MDX сияқты орын бар. Соған қарағанда кәдімгі үлкен машина мынау. RX-пен салыстырғанда, қазір көрейікші, мынақша RX-тер тұр міне. RX кәдімгідей кішкентай болып қалады екен бұның жанында. RX-тің неше түрі тұр. Дәл сол RX-ті ұқсайды, бірақ ұзындығы біраз ұзындау деді ғой, RX-тан гөрі. Lexus'та отырмын. Мынандай не көрсетіп жатыр бағасы. TX-тар егер премиум алсаң, оның бағасы 61 мың болады дейді. Премиум болса. Ал егер base model болса, оның бағасы 55 болады дейді. 56 мың доллардай. Бірақ негізі ұнады. Highlander-ға қарағанда кішкене премиум машина ғой енді. Genesis GV80 деген бар. Hyundai жасайды негізі оны. Солардың салонында отырмын. Genesis'ті көргім келіп тұр. Ол енді бір лакшери машина. Тест-драйв жасауға мен не істедім? Келістім. Genesis'тің өзінің офисі жоқ екен. Бұл Hyundai'дің несімен. Hyundai'дің салонындамын. Hyundai'дің ішінде дейді.
Мынау Genesis'тің GV 70-і. 70-тер кішкене кішірек. Арт жақтары Porsche-ға ұқсаймы. This right here, you do have the shade. Okay. There's a power outlet, actual power outlet in the back. Okay. You also got the USB cable. You do have in the center right here. This idle stop and go. So when you come to a complete stop, don't get scared. But what it does, it seems like the engine shuts off. In reality, it's just saying. I'm just gonna go ahead and have a seat. Yes, please. Yeah. And we'll go in the test room. You do have. Қазір мына ақ GV-ді айдап келдім. Әдемі жүреді екен. Мен ойлағаным, бұл неден көрі жақсы сияқты ма деп ойладым. Lexus'тан көрі тартуы, Lexus'тан көрі моторы да жылдам ба деген ой келді. 300 аттың күші бар дейді бұда. Сосын маған дизайны ұнап. Міне басқа түс, жасыл түс. Аңғаш, әдемі. Ақтан көрі басқа түстер әдемі сияқты. 59.465. Мынаның бағасы 59.465. Бірақ заводтың ребейті бар дейді, ол деген сөз $2000 скидка. Сөйтіп, бұлар 57.000-ға беріп отыр қазір. Жалпы бірнеше дилерлік орталықтар аладық. Toyota, Honda-дан бастап бірнеше жерді көрдік. Міне, Infiniti-мен аяқтасам ба деп тұрмын. Infiniti енді жабық екен. Мұнда енді әрине, арт жақта жаңа машиналар тұр. Бушный дейді ғой. Сондай көліктерді толтырып жинап қойған. Осыдан жарты жылға қарағанда Америкада сатылатын машиналардың саны өте көбейген. Біраз бұрын, бір жыл десек, бір жарымда ковидтан кейін сатылатын машина қалмай қалған. Мына салондардың барлығы, мына машина қоятын паркинг барлығы бос тұрған. Қазір соның барлығы түзелген. Қарасаңыздар, міне машина деген толып тұр. Тіпті келіп сұрасаңыз, жаңа машина көрсететін жоқ болатын бұларда. Toyota-да, Honda-да машина жоқ, айтатын, көрмей аласың деп. Қазір енді біраз өзгеріпті. Қазір барлығында да машина бар. Бағана Toyota-ны көрдік. Мынандай паркинглар толып тұрмаса да, көлік көп. Honda-да да көп. Қысқасы, көлік көбейген. Менің ойымша, егер көлік көбейген кезде, енді бұлар машинаның бағасын түсіре бастауы мүмкін. Қалай түсіреді? Заводтар ребейт дейді ғой, заводтар скидка бере бастауы мүмкін. Мысалы, бір жыл бұрын қалай болды? Машинаның завод сат деген бағасы, бағана көрсеткен MSRP деген завод шығарған кезде айтады, мына машинаны осындай бағаға сатқан дұрыс деп айтады. Бұлар соның үстіне $5000 алатын, $6000, $10000-ға жиналған кездер болды. Мысалы, завод енді түсініктірік болу үшін айтайық, Highlander-ды айтсақ, завод Highlander-ге $45000 сат, мына XLE Highlander-ды десе, біздің дилерлер үстіне 5000 қосып 50000-ға сататын, 55000-ға сатқан. Өйткені машина жоқ, адамдар амал жоқ табасып ала бастаған. Қазір соны сол заман кетіпті, ешкім MSRP-ның үстінен ақша қосып жатқан жоқ, заводтың сат деген бағасын сатып тұр, бірақ одан түсіп жатқан жоқ. Genesis қана, Hyundai-дің Genesis-і $2000-дай MSRP-дан төмендетеміз, ол заводтың беріп жатқан ребейті деді, яғни Genesis бастапты бағаны түсіруді. Соған қарағанда жақын арада ребейттердің де саны көбейе бастайтын сияқты. Тағы да осы сияқты видеоларды көргілеріңіз келсе, қандай мысалы түрдегі, қандай тақырыптағы контенттарды көргілеріңіз келсе, яғни соларды комментарийға жазыңыздар. Мен комментарийдің барлығын оқып, өзім жауап беріп отырам. Сол сіздерге ұнаған, қызыққан тақырыптарда видеолар түсіруге тырысамын. Егер осы контент сіздерге ұнаған болса, көңілдеріңізден шыққан болса контент, міндетті түрде мына бас бармақты басып жіберіңіздер, содан кейін каналға жазылыңыздар. Өйткені сол бас бармақ басу каналға жазылған арқылы YouTube-тың алгоритмі мына өзіміздің ана тіліміздегі контентті жоғары көтере бастайды, яғни көбірек адам көре бастайды. Қай жерде жүрсек те қазақ тілінде, ана тілімізді сөйлеп, қазақ екенімізді мақтан тұтайық ағайын. Аман есен, сау болыңыздар. Келесі видеода көріскенше.